Саламатсыздар, білім алушы. Мен Қармаза Жақынбек, заң ғылымының кандидаты. Пәннің атауы Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Тақырыбымыз жердің қойнауы құқықтары режимі. Қарастыратын сұрақтар үшеу. Біріншісі, мемлекет органдарының жер қатынасының ресурс саласының құзыреті. Екінші, жер мемлекеттік меншік құқығының мазмұны. Үшінші, жер пайдалану құқығының түсінігі, түрлері және субъектілері. Бірінші, Қазақстан Республикасының үкіметінің құзыреті. Қазақстан Республикасының үкіметінің жер қатынасы реттеу саласына құзыреті мыналар жатады. Олар 10 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең республикалық және қор пайдалану мен қору саласына мемлекет саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу. Екі, қоршаған ортаны қорғау және де басқа да іс-шаралардың кешенді жерді ұтымды пайдалану, топырақ құрылымдарын сақтау мен арттыру, жер ресурстарын қорғау жөнінде мемлекет бағдарлама әзірлеу. Үшінші, республикалық маңызы бар ерекше қорғалу табиғат аумақтарының құру мен кеңейтуге халықаралық міндеттеме орындау мен жерден қорғанысы мен қауіпсіздігінің учаскелеріне жер беру және алып қою, соның ішінде сатып алу арқылы алып қою. Төртінші сұрақ. Жер учаскесі меншік құқығының және жер пайдалану құқығы берілген құжаттардың нысандарын бекіту. Бесінші, облыстық өкілдік және атқарушы органдардың ауданы мен облыстық маңызы бар қалалардың шекарасын өзгеру мәселелер жөнінде ұсынған келісу, сондай-ақ облыстық маңызы бар қалалардың төңірегінде қала мен аймақтарды белгілеген мәні өзгерту. Алтыншы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарына жатқызу және жерді осы аумақтардың размерін қалдыру тәртібі. Республика және халықаралық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтың тізімін бекіту. Жетінші, мемлекеттік жер қатынастары мен жер материатын жүргізу тәртібін бекіту. Сегізінші, жер пайдалану мен қорғануды мемлекеттік бақылау жүзеге асыру тәртібін белгілеу. Тоғызыншы, облыстардың және асыратын республикалық маңызы бар қалалардың арасындағы жердің қатынастарын реттеу. Оныншы, оған Қазақстан Республикасы Конституциясының заңдары және Қазақстан Республикасының президенті актілері жүктелген және өзге де функциялар. Жер ресурстарын басқару жөнінде орталық уәкілетті органы және оның жергілікті жерлерінің органы құзыреттері. Жер ресурстарын басқару жөнінде орталық уәкілетті орган мен оның жергілікті жерлерінің органдарының құзыреттері жатады. Олар 18 неден тұрады. Бірінші, жер ресурстарын басқару мен жер қатынастарын реттеу саласында біртұтас мемлекеттік саясат жүргізу. Екінші, жер пайдалану мен қорғау мемлекеттік бақылауға жүзеге асыру. Үшінші, мемлекеттік жер қатынастары мен мониторингті жүзеге ұйымдастыру. Төртінші, жерге орналастыру республикалық деңгейде жүргізуді ұйымдастыру. Бесінші, жер қатынастары саласында мемлекеттік мүдделерін қорғау. Алтыншы, жерді аймақтарға бөлу негізі оның пайдалану жоспары мен болжамды ұйымдастыру, жер учаскелерінің шекарасын белгілеу. Жетінші, жерге орналасу жұмыстарын жүргізуді лицензиялау. Сегізінші, мемлекет жекеменшік сатысына немесе пайдалануға беретін нақты жер учаскелері бағалау құнын анықтау. Тоғызыншы, жер учаскелерінің құқықтық куәландыру құжаты бойынша құжат беру. Оныншы, жер аймақтарының болу жөнінде жұмыстарды әдістерін қамтамасыз ету. 11-ші, жер учаскелері бөлінетін мән бөлінмейтінін айқындау. 12-ші, пайдаланылмай жатқан жерді және Қазақстан Республикасының заңнамаларына бұза отырып пайдаланып жүрген жерді анықтау. 13-ші, Қазақстан Республикасының жер заң бұзушылығын жою үшін жөнінде шаралар қолдану. 14-ші, Қазақстан Республикасының жер заңында бұзушылық жою жөнінде шаралар қолдану. Жердегі пайдалану мен қорғанудегі қатынастар республика, облыс, аудандық бағдарлама, схема және жоспарлауға сараптама жүргізу. 15-ші, егер құрылыс пайда қазбалар мен орындарды қазу объектісі пайдалану геологиялық барлау және басқа да жұмыста Қазақстан Республикасының жер заңдарына жер пайдалану берілген режим бұза отырып жүзеге асырылады. Сондай-ақ бұл жұмыста сараптама өтпеген немесе теріс қорытынды алынған жобалар бойынша жүзеге асырылу тоқтатыла тұруы. 16-ші, Қазақстан Республикасының жер заңында анықталған бұзушылық жою жөнінде орындалу міндеттеме нұсқамаларын беру. 17-ші, Қазақстан Республикасының жер саласында әкімшілік құқық бұзушылық туралы іздестіру қарау. 18-ші, жер тұлғалар кодексі және Қазақстан Республикасы заң актілері олардың құзыреті жатқызатын өзге де мәселелер. Уәкілетті органдар мен оның жергілікті жерлерінің органдарының өзара қызметі Қазақстан Республикасының үкіметі бекіткен ережеге сай жүзеге асырылады. Жергілікті өкілді органдар мен жергілікті өз-өзін басқару органының құзыреті. 1. Жергілікті өкілді органды тиісті аумақтардың жер қатынастарын реттеу саласына құзыреті мыналар жатады.
Олар 6 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең басқа табиғи қорғау іс-шараларына кешенді жер ұтымды пайдалану, топырақ құнарлылығын арттыру, жер ресурстарын қорғау жөнінде аймақта бағдарлама бекіту. Екінші, ауылдық селолық атқарушы органдардың қарамағында берілген ауыл шаруашылық алқаптарды қоса алғанда елді мекен аумақты жер учаскелерін орналастыру жоспарларын бекіту. Үшінші, жергілікті бюджет құрамына жер ресурстарын қорғау және топырақ құнарын арттыру жөнінде шығыстарды бекіту. Төртінші, жергілікті атқарушы орган мен ұйымдардың басшылары жер ресурстарын пайдалану мен қорғаудың жай-күйі туралы есепті тыңдау. Алтыншы, Қазақстан Республикасының заң актілеріне белгіленген құзыретті шегін әкімшілік аумақтық ажырасу арасында шекарасын белгілеу туралы шешім қабылдау. Жер туралы кодекс республика заң актілерін олардың құзыретіне жатқызған өзге де мәселелер. Жергілікті өзін басқару органдар жер қатынастары реттеу саласында Қазақстан Республикасының заң актілері белгіленген өкілеттік шегінен тұратын талқылар жергілікті маңызы бар мәселені шешуге қатысуын қамтамасыз етеді. Отбасылық республикалық маңызы бар қаланың астанасы атқарушы органдардың құзыреті. Облысы республика маңызы бар қаланың астанасы атқарушы орган жер қатынастары реттеу саласына құзыретті мыналар жатады. Олар бірінші, басқа да табиғи қорғау іс-шараларына кешенді жер ұтымды пайдалану, топырақ құнарлылығын арттыру, жер ресурстарын қорғау жөнінде облыстық қалалық бағдарлама әзірлеп, облыс республика маңызы бар қаланың астананың өкілетті органын бекіту, енгізу және оларды орындауын қамтамасыз ету. Екінші, жер қойнауын пайдалану, магистральді құбырлар тарту, мұндай және газ өңдеу объекттерін салу мақсатында жер учаскелерін және де алып қою, соның ішінде сатып алу арқылы алып қою. Үшінші, ауданалық маңызы бар уақытша пайдаланған мал айдау жолдарының жер учаскелерін беру. Төртінші, жер туралы кодексі 71 бабының 2 тармағына сәйкес іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру. Бесінші, мемлекеттік ғылыми зерттеу, оқу және басқа да ауыл шаруашылық ғылыми ұйымдар мен олардың тәжірибе шаруашылығы, сондай-ақ мемлекеттік тұқым өсіру шаруашылық мен әсіл тұқымдардың мал зауыттарының жер учаскелері беру. Алтыншы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтардың барлық түрлері құру үшін жерді резерватпен сақтау. Жетінші, жер туралы кодексі 13 бабының 3 тармағына көзделген жағдайда қоспағанда жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақты құру мен кеңейту байланысты жағдайларда жердің барлық санаттарын жер учаскелерін беру және алып қою, соның ішінде сатып алу арқылы алып қою. Сегізінші, жер туралы кодексі Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінде белгіленген құзыретіне сәйкес аудандар арасында жер қатынастарын реттеу. Тоғызыншы, орман қоры қоспағанда жер туралы кодексі 90 бабында көзделген жағдайда жер учаскелерін беру және алып қою, соның ішінде сатып алу арқылы алып қою. Оныншы, аудандық қалалық облысы маңызы бар атқарушы органдардың қызметін ресурстарын пайдалану мен қорғау, үйлестіру, орган басшылық ету және басқа жасау. 11-ші, жер туралы кодексі және Қазақстан Республикасы заң актілері оның құзыретіне жатқызатын өзге де мәселелер. Республика маңызы бар қаланың астанасы атқарушы органдарының жер ресурстары саласында құзыреттер мыналар деп жатады. Олар үш кезеңге бөлінеді. Жер туралы кодексі 13 бабының көзделген жағдайда қоспағанда жер учаскелер жеке меншік және пайдалануға пайда беру. Екінші, жер туралы кодексі 13 бапта көзделген жағдайда қоспағанда мемлекеттік қажеттілік учаскелер жер учаскесі алып қою, соның ішінде сатып алу арқылы алып қою. Үшінші, тиісті өкілетті орган бекіту үшін оларға әкімшілік бағытта елді мекен аумағында жер шаруашылығын орналастыру жоспарлау әзірлеу және олардың орындау қамтамасыз ету. Бірінші, жерге меншік құқығын және өзге құқықтарын пайдалану негіздері. Жерге меншік немесе пайдалану құқығы олар үшке бөлінеді. Бірінші, меншік немесе пайдалану құқығын табыстау. Екі, меншік немесе жер пайдалану құқығын беру. Үшінші, меншік немесе жер пайдалану құқығының еңбек құқықтарын мирасқорлық тәртібімен ауысу, мұраға қалдыру, заңды тұлғаның қайта ұйымдастыру арқылы туындайтын меншік немесе пайдалану құқығын табыстау, беру немесе оның ауыр немесе учаске нысаналы мақсаты ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс. Меншікке немесе жер пайдалану құқығы. Тоже оларда үш кезеңге бөлінеді. Мемлекеттік органдар актілер. Екі, азамат құқықтары мен мемлекеттік негіздер.
Үшінші, Қазақстан Республикасының заңында көзделген өзге де негізі туындайды. Жерге меншік және басқа құқықтардың келесі негіздері арқылы пайдалы болуы. Бірінші, меншік немесе жер пайдалану құқығын табыстау дегеніміз жер тұлға тікелей мемлекет арқылы беру білдіреді. Азаматтарға және заңды тұлғаларға жер пайдалану құқығы табыстау атқару органның жер учаскесінің құқықты табыстау жөнінде құзыретіне сәйкес оның шешімі негізінде жүргізіледі. Екінші, меншік немесе өзге де жер пайдалану құқығы беру беру деген тұлға жер құқығын басқа да бір тұлға азаматтық құқықтың мәмілені арқылы беру білдіреді. Үшінші, МБП және мирасқорлық тәртібі арқылы ауысу. МБП және мирасқорлық деген жерге құқықты мұрагерлік арқылы пайда болу, мысалы мұра қалдыру, заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру тағы басқа. Жер учаскелері меншік немесе пайдалануға берудің облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, ауданда облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдар. Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, селолардың, ауылдық селолық округтардың әкімдігі өздерінің белгілеген құзыретті шегінен жүзеге асырады. Жер кодексіне сәйкес мемлекеттік меншікті жерден жер учаскелер құқығын табыстау мынадай ретпен жүргізіледі. Бірінші ретте жер учаскесі тиісті құқықты табыстау туралы өтінім жасау. Жер учаскесі меншік және жер пайдалану құқығын табыстау мүдделі жеке және заңды тұлға жер учаскесі орналасқан жердегі облыстық республикалық маңызы бар қаланың астанасы, аудандық облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, село, округ әкімшілік өтініш береді. Өтініште жер учаскелерін пайдалану мақсатында оның болжам мөлшерін орналасқан жерді суралатып пайдалану құқығы бар. Жер учаскесі болу немесе болмаған көрсету тиіс пайдалы қазбалар шығарылатын жағдайда өтімге жер қойнауын пайдаланған арналған келісімшарттың көшірмесі қоса беріледі. Жер учаскелік құқығы беру туралы өтініш түскен кезінде бастап 2 айға дейін мерзімі қаралады. Алушы кәсіпкерлік субъекті жер учаскелік құқығы беру туралы өтініш 3 апталық мерзімге қаралады. Екінші, мәлімдеген өтінімді қанағаттандыру мүмкіндігі анықтау жер учаскесінің алдын ала таңдау. Жер учаскесіне орналасқан жерде облыстық республика маңызы бар астанасының, аудандарының облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдарының елді мекен сөлетті және қала құрылысының органдарын бірлесе отырып сұралып отырған жер учаскелері аумақты аймақтар бөлуге сәйкес мәмілелердің нысандары мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындайды. Үшінші, жерге орналасқан жобасын әзірлеу және бекіту. Комиссияның қорытынды негізгі жерге құқық табыстау туралы жергілікті орналасқан жобасын әзірлейді. Жерге орналасу жобасының құрамына берілетін жер учаскесінің көлемі, оның шекарасының орналасқан жері, жер учаскесі аралас пен меншік иелері және жер пайдалану, сондай-ақ берілетін жер учаскелерінің ауыртпалықты мен сыртқылықтарды нақтыландырады. Төртінші, жер учаскелік құқықты табыстау туралы облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, аудан, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, село, ауылдық селолық округ әкімшілік шешімін қабылдау. Жер учаскелік беру туралы шешімдер немесе учаскелік беруден бас тарту жергілікті органның депутаттарының облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, аудандық облыстық маңызы бар қалалардың сәулетті және қаланың құрылысында уәкілетті орган мен жергілікті өзін басқару органдарын олар құрылымы болса, өкілеттік арасында облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, ауданның облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органын құратын астанасы, ауданның облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органын қарауы бойынша комиссияның құрамы басқа да адамдарын енгізуі мүмкін. Сонымен қатар жер учаскелік құқығы табыстау, бас тарту. Облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, аудандық облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, село, ауылдық селода округ әкімшілік шешімін ресми оның дәлелді себептер көрсету, ал көшірмесі өтініш берушіге шешім қабылдаушыны кейін жететін күні мерзімде тапсыруы тиіс. Облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, аудандық облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқару органы, ауданның маңызы бар қала, кент, ауыл, село, ауылдық селолық округ әкімшілік жер учаскесі тиісті құқықты табыстау туралы шешім және орналастыру жобасы меншік құқығын немесе жер пайдалану құқығын
жер учаскелер тұратын атқарушы орган құзыретіне кіріп жатыр. Облыстық республика маңызы бар қаланың астанасы, аудандық облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы, аудандық маңызы бар қаланың кенті ауысу, соның ауысуы, селолық округ әкім жерге орналасу шешімін бір жерге тұратын органға бекітуге жібереді. Осымен сұрағыңыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.